Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияны жетік меңгеремін онлайн курсы және оның авторы Шакалимова Қалмықожа. Құрметті оқушылар, сіздермен бүгін біз иммундық жүйе, иммунитет туралы оқитын боламыз. Жалпы алғанда иммунитет дегеніміз адамның ауруға қарсы тұру қабілеті. Иммунитетті қалыптастыратын мүшелерді біз иммундық жүйе дейміз. Иммундық жүйе бізде екіге бөлінеді. Орталық иммундық мүшелер және шеткі иммундық мүшелер. Орталық иммундық мүшелерге балалар бізде сүйек кемігі және айыршық без жатады. Ал шеткі иммундық мүшелерге бізде бадамша бездер, лимфа түйіндері, аппендикс және көк бауыр жатады екен. Енді әрбір иммундық жүйенің ерекшелігіне тоқталамыз. Бірінші, кемік майы. Кемік майы қабырғада, омыртқа жотасында, омыртқаларда, түсік сүйектерде орналасқан. Кемік майының жалпы салмағы 2,5-3 килограмм. Кемік майы сары кемік майы және қызыл кемік майы деп бөлінеді. Сары кемік майы бұл түтік тәрізді сүйектерде болады, ал қызыл кемік майы бізде жалпақ және қысқа сүйектерде болады. Кемік майының қызметі ол қан жасушаларын түзуге қатысады екен. Екіншісі, айыршық без. Айыршық без төстің астыңғы жағында орналасқан эндокринді жүйеге жататын без. Айыршық без тимазин гормонын бөледі. Тимазин гормоны иммунитетті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Егер тимазин гормоны аз бөлінсе, адамның иммунитеті әлсірейді. Енді шеткі иммундық мүшелерге тоқталамыз. Оның біріншісі лимфа түйіндері. Адам ағзасында жалпы алғанда 460-қа жуық лимфа түйіндері бар. Лимфа түйіндері ірі қан тамырларының маңында орналасқан. Лимфа түйіндерінің пішіні қызғылт түр түсті. Ол биологиялық сүзгі болып табылады, яғни залалсыздандыру процесі жүзеге асады екен. Екінші, бадамша без. Бадамша без ол ауыз қуысында орналасқан жалпы 6 бадамша без бар, ол лимфа сақинасын құрайды. Бадамша бездің қызметі ол ауызға тамақпен бірге түскен микробтарды жояды екен. Үшінші, балалар бізде шеткі иммундық мүшеге жататын ол көк бауыр. Көк бауыр құрсақ қуысында орналасқан, салмағы 150-200 грамм болады. Көк бауырдың қызметі қан жасушаларын түзеді және қанды сақтайтын мүше екен. Төртінші, шеткі иммундық мүшеге жататын ол бізде балалар аппендикс немесе соқыр ішек. Ол аш ішек пен тоқ ішектің түйіскен жеріндегі өсімді. Ол иммундық қызмет атқарады және ішектің микрофлорасын қалыптастырады екен. Құрметті оқушылар, жалпы иммунитет дегеніміз не? Иммунитет дегеніміз адамның ауруға қарсы тұру қабілеті. Иммунитет пайда болу механизміне байланысты екіге бөлінеді. Біріншісі жасушалық иммунитет, екіншісі гуморальдық иммунитет. Жасушалық иммунитеттің негізінде фагоцитоз құбылысы жатыр. Естеріңізде болатын болса, фагоцитоз дегеніміз лейкоциттердің әртүрлі бөгде-денелерді жасушасына кіргізіп жою, яғни жасушасының ішіне кіріп жойғызады. Бұнда қай жерде жүзеге асады? Макрофаг жасушаларында, яғни лейкоциттің жасушасының ішінде. Бұны қалыптастыратын жасушалар Т лимфоциттер екен. Оның иммунологиялық есте сақтауы жоқ. Ол не деген сөз? Яғни бір рет жойды, одан кейін ол бөгде-денеге қарсы бізде иммунитет жоқ деген сөз. Ал негізінен алғанда бұл вирустар мен ісіктерге және саңырауқұлақтарға қарсы екен. Екінші бізде ол гуморальдық иммунитет. Гуморальдық иммунитетті қалыптастыратын бізде Б лимфоциттер екен. Олар ерекше антидене деген жасушаларды бөліп шығарады. Антиденелерді бөліп шығарады. Олар біздің денемізге түскен бөгде денелерді жояды екен. Бұлар иммундық есте сақтауы бар, яғни түзілген антидене біраз уақытқа дейін адам ағзасында сақталады. Сондықтан солардың иммундық есте сақтауы бар деп есептейміз. Бұл жасуша аралық сұйықтықтарда жүзеге асады екен. Гуморальдық иммунитет негізінен алғанда бізде бактерияларға қарсы екен. Қарап отырсақ, сонда жасушалық иммунитеттің негізінде фагоцитоз құбылысы, ал гуморальдық иммунитеттің негізінде антидене түзу процесі екен. Гуморальдық иммунитет бізде Б лимфоциттер, ал жасушалық иммунитет Т лимфоциттер жүзеге асырады екен.
Енді бізде иммунитет бізде пайда болуына байланысты екі топқа бөлінеді екен балалар. Біріншісі табиғи иммунитет, екіншісі жасанды. Табиғи иммунитетті адам ағзасы өзі қалыптастырады. Мысалға алатын болсақ, біздің организмімізде өзі түзіледі, ал жасанды иммунитет екпе жасау арқылы жүзеге асады екен. Табиғи иммунитет екіге бөлінеді. Туа пайда болған және жүре пайда болған. Туа пайда болған мысалға алатын болсақ, біз жануарлардың ауруларымен ауырмаймыз. Неге? Себебі біздің организмімізде оларға қарсы дайын антиденелер туғаннан бастап бар. Ал енді жүре пайда болған иммунитет бұл жерде бізде адам өмірінің бастапқы кезеңінде бір аурумен ауырса, сол ауруға қарсы антидене түзіледі де, ол адамның өмір сүру барысында сақталады. Ол антиденелер дайын тұрады. Мысалы үшін бір аурумен сол аурудың жұқпасы организмге түссе, оларды жойып жібереді. Яғни ол антиденелер дайын болғандықтан, яғни табиғи иммунитетті адам организмі өзі қалыптастырады. Енді жасанды иммунитет келсек, жаңа айттық, ол екпе арқылы қалыптасады деді. Біздің организмімізге екі жағдайда екі түрлі екпе енгізіледі. Бірінші жағдайда ол белсенді. Организмге әлсіреген немесе өлген бөгде денелердің бөліктері енгізіледі. Соларға қарсы организм өзі антидене жасап шығарады. Сондықтан оны біз белсенді деп екенбіз. Яғни бұл көп уақытқа дейін сақталады. Екіншісі енжар иммунитет. Бұл кезде организмге екпемен дайын антидене енгізіледі. Бұл аз уақытқа ғана сақталады екен енжар иммунитет. Яғни ол ұзақтығы аз екен. Онымен табиғи иммунитет адам өзі жасайды, жасанды иммунитет екпе арқылы қалыптасады. Енді балалар біз қан топтарын қарастырамыз. Жалпы алғанда қан топтары ол адамда 4 түрлі болады екен. Бірінші топ, оны 0-ші деп атайды, екінші топ А тобы, үшінші топ Б тобы, төртінші топ АБ тобы. Енді 1901 жылы австралиялық ғалым Алан Штейнер қан топтарын ашқан екен. Осы еңбегі үшін оған Нобель сыйлығы лауреат атағы берілген екен. Қан беретін адамды біз донор деп атаймыз, қан алатын адамды реципиент дейді екенбіз. Ал енді қай қан тобын қайсына құюға болады? Бірінші қан тобын барлық қанға құюға болады екен. Сондықтан оны біз әмбебап донор деп атаймыз. Екінші қан тобы, ал бірінші қан тобы тек өзін ғана қабылдайды. Ал екінші қан тобын біз 2-ге және 4-ге құяды екенбіз. Ал екіншіге 1 мен 2-ні құямыз. Ал үшінші қан тобын біз 3 пен 4-ге құямыз. Үшінші қан тобы 1 мен 3-ті қабылдайды. Төртінші қан тобын ешқай қан тобына құймаймыз, тек өзіне ғана құямыз. Бірақ төртінші қан тобы барлық қан топтарын қабылдай алады екен. Сондықтан біз әмбебап реципиент дейміз, яғни барлық қан тобын қабылдай беретін болғандықтан төртінші қан тобын әмбебап реципиент дейміз. Сонымен қоса балалар, біздің қанымызда бір ерекше нәруыз бар екен. Резус фактор деген. Егер адамның қанында осы резус фактор деген нәруыз болса, оң резус деп аталады. Егер резус фактор деген нәруыз болмайтын болса, теріс резус деп аталады. Оң резус RH+ деп жазылады, теріс резус RH- деп жазылады. Бұнда 1940 жылы сол Ланштейнер атты ғалым осы резус факторды ашқан екен. Енді резус теріс қанға оң резусты қанды құюға болмайды. Себебі бұл үйлеспейді екен. Яғни неге? Себебі олардың қанында резус деген нәруыз жоқ. Сонымен резус фактор ерекше нәруыз, ол болса оң, жоқ болса теріс. Енді қан топтарының ішінде бірінші қан тобын бәріне құюға болғандықтан әмбебап донор, ал төртінші қан тобын бәрін қабылдайтын болғандықтан әмбебап реципиент екен. Құрметті оқушылар, мен сіздерге иммунитет, иммундық жүйе, қан топтарын толықтай түсіндірдім. Сіздерге осы видеоның слайды ұсынылады. Сол слайдтағы ұғымдарды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бұл өте маңызды, себебі жазған нәрсе есте жақсы сақталады. Ал онлайн тест платформасындағы тестті шешу арқылы білімдеріңізді бекітесіздер. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.